Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді ватрушкидің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қамырына қажетті ингредиенттер: сүт, ұн, қант, жұмыртқа, сұйық май және ашытқы. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз, қантымызды салып, шамалы шым тұз қосамыз. Үстіне жұмыртқамызды саламыз және сұйық майымызды құйып, біркелкі болғанша араластырамыз. Енді осыған ашытқымызды салып, тағы шамалы араластырамыз. Ұнды екіге бөліп қосамыз, бірінші бөлігін салып, ақырындап араластырамыз. Ұнның қалған екінші бөлігінде араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолымызды майлап алып, қамырдың иін қандырамыз. Біздің қамырымыз дайын, осындай жұмсақ болып шығуы тиіс, және осыны ыдысымызға салып, 1 сағатқа тындырамыз. Бетін пищевая пленкамен жауып, үстін жылы орамалмен орап қоямыз. Қамыр тынғаннан кейін қолымызға жабыспас үшін тағы да майлап алып, осылай ұзынша етіп илеп аламыз. Және бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осылай бөліктерге бөліп, домалатып шығамыз. Пергамент төселген формамызға осылай домаланған қамырдың барлығын салып, бетін пищевая пленкамен жауып 10-15 минутқа қоямыз. Оған дейін ватрушкидің салмасын дайындаймыз. Ірімшікті блендерге салып, үстіне 1 жұмыртқа саламыз және 1 шай қасық ванильді қантты саламыз. Және үстіне қант салып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Салмасы дәл осындай болып шығуы қажет. Домаланған қамырларымыздың үстін стаканның түбін майлап алып, осылай үстінен басып шығамыз. Ортасына салмасын салып, жан-жағына жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. 180 градуста 30 минут пісіреміз. Біздің ватрушкилеріміз дайын, ортасы осындай болып шығады, өте жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.